Ендеше, сіздердің рұқсаттарыңызбен компаниямыздың жаңа директоры Айша Бақытжан қызын ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Айша? Сәлеметсіздер ме? Мен сізден бүгінгі болған жағдай үшін кешірім сұраймын. Егер... Қажет емес кешірім сұрауды. Ақталудың да қажеті жоқ. Қазір дым маңызы қалмады. Егер гостиница ары қарай жұмыс жасайтын болса, онда әңгіме басқаша болатын еді. Қалай сонда? Мен гостиницаны сатып жатырмын. Бала шағамды алып шетелге көшудемін. Сұрағым кішкене орынсыз шығар, бірақ не үшін сатып жатсыз? Маған тыныш жер қызық емес. Маған арпалыс, күрес, бәсеке керек. Жаңа эмоциялар қажет. Түсінікті. Жолыңыз болсын. Сіз қайда барсаңыз да, не істесеңіз де, ісіңіз жемісті болатынына сенемін. Рахмет. Ал бізші деп сұрағың келмей ма? Жоқ. Сіз онсыз да біз үшін қаншама жақсылық жасадыңыз. Қашанға дейін сіздің мойныңызда отыра береміз? Сен осы мінезің ұнайды негізі. Қаласаң менімен бірге жүр, балаңды алып ал. Маған сен сияқты маман керек. Мен бе? Иә, сен. Жоқ. Мамамды баламды тастап ешқайда да бармаймын. Оны да алып ал. Ниетіңізге рахмет, бірақ шынымды айтсам ешқайда да барғым келмейді. Жарайды, өзің қарарсың. Мен сенің өміріңнің қандай қиын екенін білемін. Ол қиындықты, келеңсіздіктің барлығын бұрынғы күйеуің жасағанда білемін. Сен әлгі мен айтқан мүмкіндікті пайдаланып, өшіңді неге алмайсың одан? Шынымды айтсам, уақыт керек, оны тіпті ойлап та жүрген жоқпын. Үгіттеп мазаңды алмаймын. Ал енді сенің осы күнге дейін маған сіңірген еңбегің үшін менің бір рахметім болсын. Мынау акционерлік компания туризм саласында жұмыс жасайды. Сенің меңгеріп кететініне мен кәміл сенемін. Бірақ соңғы 5 жылда директордың кесірінен, соның шалалығының кесірінен барлық акционерлер акцияларын сатып қашып жатыр. Компания құлаудың азақ алдында тұр. Мен де соның акционермін. Мен саған осы акцияны бергім келіп тұр. Ары қарай алып кетем десең де өзің білесің, сатам десең де өзің білесің. Сабыр мырза, сіз онсыз да... Алмасаң ренжимін. Бүкіл персоналға жаңалықты жеткіз. Алдын ала 3 айлық жалақыларын аударып қойдым, бухгалтер біледі. Шынымды айтсам, не айтарымды да білмей отырмын. Айтпақшы, компанияның директоры Архат. Айша ханым, қош келдіңіз. Сіздің кабинетіңіз 2-ші этажда. Архат мырза аз уақытта босатып береді деген ойдамын. Хатшы Лаура сізге бәрін көрсетеді. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, сіз біз деп танысып, сыйласып отырған уақыттым тығыз. Өйткені істелінетін шаруа өте көп. Егер жұмыс істеп, пайда келіп отырған акциялардан айырылмаймыз десек, өнімді жұмыс жасау қажет. Сіздердің алдарыңызға келмес бұрын барлығымен жақсылап танысып шықтым. Жағдай мәз емес. Сондықтан сіздерден қандай да бір ұсыныстар күтемін. Әрқайсыңыз осы салада жылдап жұмыс жасаған адамсыздар, рынокты білесіздер. Сол себептен ұсыныстарыңыз бар деп ойлаймын. Кешке дейін күтемін, тыңдауға дайынмын. Басқа сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы, онда боссыздар. Қайырлы күн, төрлетіңіз. Сәлеметсіз бе, маған Сара ханым керек еді. Сара? Мен ғой? Сара. Онда мынау сізге. Кімнен? Не үшін? Ол жағын білмедім, ішінде хат бар. Содан көріңіз. Рахмет. Осындай жұмыс істейтінді қайдан біліп қойған? Не керек саған, а? Басын сыйма, сенің жібер! Не керек деймін мен саған, нең бар менің жұмысымда, а? Менің жұмысымда сенің нең бар? Сен де менің теңесем деп ойлайсың ба, Абайла өзің таппай қаласың.
Тіліңді тартып сөйле. Балағаттайтындай мен сенің әйелің емеспін. Біле білсең, бұл жердің бастығымын. Ұқтың ба? Қалаған кезінде сені жұмыстан шығарып жіберемін. Ей, саған тіл шығайын деген мен, а? Абайла тіліңді болсын оламын, ұқтың ба? Сен қорқат деп отырсың ба? Мен сенен қорқпаймын, ұқтың ба? Мен де сенен қорқпаймын, маған енді бәрібір. Бастаған өзің, енді шыда. Мен саған ешқашан бағынбаймын, ұқтың ба? Я тебя устрою, устрою. Шай қойып қойдым. Жұмыртқа қурайын ба? Керек емес. Енді осылай тамақ ішпей жата бересің бе? Не болды кішкентай бала құсап? Сенің аш болғаныңнан не өзгереді? Кімге қыр көрсетесің? Менде нең бар? Шайыңды бар өзің іше бер. Ызыңдап мазамды алмай баршы. Аш емеспін. Ана қызың да жұмысқа әрең кетті. Әкем кешеден бері тамақ ішпеді. Бөлмесінен шықпайды, ауырып қалады ғой дейді. Мен не істейін? Берген тамақты ішпесе. Сен шығар оған қара аспанды төндіріп айтып жатқан. Жұмыстан кеш қайтады. Ерте кетеді. Ол қайдан білсін мен не істеп жатқанымды. Енді сұрағасын айттым. Шынымен осылай жатқаның дұрыс емес қой енді. Бар да Айшамен дұрыстап сөйлес. Жағдайды айт, түсінетін шығар. Қай бетіммен барам? Ана оңбаған баратын бет қалдырды ма менде? Айшаға да таң қалам. Папа деп жүріп, сенің осы жағдайға қатысың жоқ екен түсінбеген. Айша туралы сөйлемеңдерші енді. Ешқайсың. Айтып болдыңдар ғой бәрін. Жарайды. Сен бармасаң өзім түсіндірем. Мен саған жаңа ғана не айттым ма? Бармасын десең, тұрда тамағыңды іш. Кіре берсеңші. Мұнда алдыңғы кварталдың қағаздары жоқ. Мен саған бәрін бірге алып кел дедім ғой. Ашу болсын ғой. Ой, сәлем. Кел кір. Қалайсың? Менде бәрі жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Мынау саған. Рахмет. Ненің құрметіне? Жаңа жұмысыңның құрметіне. Мұндағылар қалай қарсы алды? Қалай ойлайсың? Өзім де солай ойлағам. Айтпақшы, мен саған есіңе түсіруге келдім. Бүгінгі кешкі асты ұмытпа. Медет күн санап күтіп жүр. Оның қандай аттракционға баратынын, не істейтінін бәрін жаттап алдым. Жандос, бүгін никак. Қалай никак? Кешірші, шын айтамын. Қазір түстенген акционерлермен сөйлесу керек. Одан кейін ертең тағы кездесу бар. Оған дайындалу керек. Медетпен өзің қыдырып келші. Айша, мен ештеңе тыңдағым келмейді. Сен директор болмай тұрып та сені көре бермейтін ек. Директор болғаннан кейін вообще көрмейтін болдық қой. Өзің ойлашы, мен Медетке не деп түсіндірем қазір? Жандос, сен мен қолдаймын дегенсің. Мен сені қолдаймын. Бірақ мен балаға не деп айтамын қазір? Компанияны аяққа тұрғызып алайын, одан кейін міндетті түрде кешкі асты күнде бірге ішетін боламыз. Ел қатарлы кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істесең болады ғой. Сен мені көңіл бөл. Ой, кешірім сұраймын. Кел. Әкеле бер. Жандос мырза да кетейін деп тұр. Жандос өтініш сәл қалды. Бопты. Жарайды, онда кездескенше Медетке менің айтқандарымды айта сал, иә? Жарайды. Ренжіп кеткен сияқты. Жолдасыңыз ба? Сенің бос әңгімеге уақытың көп сияқты. Әлде жұмыс аз болып тұр ма? Маған Үмітті шақыра салшы. Жан, гүліңді алдым. Рахмет. Сен қатты сағындым. Қашан кездесеміз?
осындай жұмыс істейтінімді қайдан біліп қойдың? Сара, қонақтар келді, қарсы. Қыз. Айша. Тоқташы. Олимпиадаға қатысқансың ба немене? Менде күшті жаңалық бар. Не болды? Білсең ғой, не білгенімді. Не білдің? Шок боласың бірақ. Айтсайшы жанды. Қара, Сабыр мырза қай уақыттан бері осы компаниясының акционері болды? Қателеспесем 3-4 жыл болды деген. А вот и нет. Енді? Сабыр мырза ровно бір апта бұрын осы компанияның акциясын сатып алды. Демек, думай, Сабыр мырза, Өтірік айтты ма? Өтірік айтқан, не қыласың, өтірік айтма, шын айтты ма? Мәселе онда емес қой, мәселе. Ол компанияның акциясын сен үшін сатып алды. Неге мен үшін? Құмаш? Шығармайтын жоқ екен сенің де. Причем тут мен? Құжаттар сөйтіп сөйлеп жатыр ғой. Мүмкін емес. Мүмкін. Мен бүкіл құжаттарды көтердім. Датасы, мөрі, как положено тұр. Қарай, ладно, сен өтте ақылды екенсің. Шетелге кетіп бара жатқан мықты кәсіпкер, құлдырап баратқан компанияның акциясын не қылады? Айтшы. Еще 50%. Ойлаш. Тоқтай тұршы. Бұл махаббат қой. Тұнып тұрған. Құма, оның бала шағасы бар. Әшейін маған жасаған жақсылығы шығар. Маған неғып осындай жақсылық жасамайды елдер. Ол просто сенің қатты қиналғаныңды көріп, ана архаттан ушалсын деп специально саған берді ғой. Саған күшті керемет мүмкіндікпен, дәу бантикпен сыйлаған сыйлығы. Жарайды. Кино ғой. Бұл туралы ешкім естімесін, жүре ма? Жүректегі сезімді айта алмаса, несіне бұл махаббат. Болды, жарты сағаттан соң жиналыс дайындал. Жарайды. Окей. Сабыр мырза, білген мен бір бәле екен бар ғой осыны ше. Қандай жомарт адам дейсіз. Мен саған акция бердім, бүйттім, сөйттім деген жоқ. Сыйлатта жомарттықпен кетіп қалды. Маған да сондай жомарт адам қашан кездеседі екен? Сара, қайтқалы жатсың ба? Ертең жұмысқа келмеймін дедім аз. Білем. Қандай план? План? Ешқандай үйде болам. Егер план болмаса, мүмкін бір жаққа барып тамақтанып, киноға барып қайтармыз. Жоқ, мен басым бос емес. Сен тұрмыс құрмағым деп едің ғой. Бірақ жігітім бар. Жақында үйленеміз. Бір ретте келіп жұмыстан алып кетпеген қандай жігіт ол? Ал менің көлігім бар. Мен сені шығарып салам, бірге уақыт өткізейік. Мен асығыспын. Жіберіңіз. Бауырым. Сен ойлағандай емес. Сонда мен ар жақта қиналып жүргенде, сен біреудің құшағында гүл алып мәссің ба? Олай емес. Гүлді мынау берді ма саған? Сен жіберді деп ойладым. Мен саған ешқандай гүл жіберген жоқпын. Күткенің осы болса, рахмет. Дастан! Ал енді жігітің жоқ, кеттік па киноға? Да пошел ты! Сен не өзіңше болып тұрсың? Не дотрога болып? Қайырлы кеш. Түгел емессіздер ғой. Архат Әділұлы ауырып қалды. Түсінікті, маңызды емес, жиналысымыз бастай берейік. Вот, бәрін тыңдады.
Саят Бейбітовичтің, сосын Дана Жанқабыл қызының ұсыныстарын қабылдады. Лаура, маған кімнің ұсынысын қабылдаған қызық емес. Мен жайында не айтты, соны айтшы мұжыма. Сіздің жоқ екеніңіз көрді де, маңызды емес деді. Болды. Басқа жерде сізді ескере алмады. Сосын? Сосын сол, ертең бірнеше компаниялармен кездесіп, соларға презентациялар дайындаймын деді. Түсінгенімше, бізбен бұрын серіктес болып, кейін кетіп қалған компаниялар сияқты. Бізге бір мүмкіндік беріп тұр деді. Ол кездесулер болмау керек. Как? Ода шаруаң болмасын, шықшы. Тымба пайдаң жоқ сен. Архат Әділұлы. Болсын деймін, бара берші. Кел кейін, мына қолым жүр. Ей, саған не болды? Түрің тұр жетпеш болды? Жандос аға, если мамамен қыдырмайтын болсақ, мен үйге апарып тастаңызшы. Қалай үйге апарып таста? Мен сен үшін жұмыстан ерте босап шықтымаймыз бе? Бүгін екеуміз жақсылап қыдырамыз. Мен мамасыз қыдырғым келмейді. Сен мамаң бар ғой? Жұмыста. Он қазір мазалауға болмайды. Сол үшін көңілін түсірмеш, жарай ма? Бұрын папа жұмыс істейтін, а мама мен қасымда болатын. Біз бірге қыдыратынбыз. Ал қазір маманың уақыты жоқ. Мен оны сағындым. Жақсы. Кешке мен сен мамаңмен обязательно сөйлесемін. Қызым настроение түсірме, жарай ма? Ал түзер. Тек тұр. Раз, два. Еще. Ей, қайттан ұр. О, красавчик. Бар, аяқ киімді алып кел. Құлыншақ, балапаным, ой, екеміз бүгін ұйықтап қалыппыз ғой, а? Балабақшаға баруымыз керек, қане тұра ғой құлыным. Мама қайда? Мамаң жұмысқа кетті. Онда бармайым. Ойбай, қарай көр. Сосын мамаң екемізге ұрыссын, а? Ұрса берсін. Ай, сен бүйтетін болсаң, жаман ағалар кеп, сен алып кетеді. Сол керек па саған? Сен тіл алғыш жақсы бала емессің бе? Жоқ, мен жаман боламын. Сосын мені алып кете берсін. Мен олар теуіп қашып кетем. Теуіп қашып кетем дейді. Әй, олар сені ұстап алады да, қолыңды, аяғыңды байлап алып кетеді. Сосын сен мамаңды мүлдем көрмейдісің. Сол саған керек пе? Жарайды. Өй, ақылдым, қане, менің батырым тұрады, барып тісін жуып келеді. Алтын балам. Алло? Алло? Құдағи? Қалайсыз? Сол медетті балабақшаға дайындап жатқанмын. Құдағи, бүгін бір жерде кездессе қалай қарайсыз? Тыныштық па? Кездескенде айтайын. Жақсы. Онда сіз маған мекен жайы мен уақытын жазып жіберерсіз. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Алло, Алло, Айша. ау Жандос не болып қалыпты? Қалай не болып қалды? Сен неге үйге алмадың? Мен бүгін менде маңызды кездесу бар, соған дайындалып офисте ұйықтап қалыппын. Түсінікті. Айтпақшы, мен де бүгін учреждение. Кешке ертерек босауға тұрсам. Медетті өзің алшы. Жарайды. Басқа ештеңе айтқың келмей ма?
Енді тым болмаса сәттілік тілесеңізші. Сәттілік. Сен жұмысқа тым берілмей ақ қойшы. Біз тәулі. Жақсы. Жұмыста абай бол. Жақсы. Лаура. Айша бақытжанқызы, сәлеметсіз бе? Мен ноутбугым қайда? Қандай ноут? Мұнда тұрған ноутбук кеше түнде презентация жасаған. Мен көрмедім. Келгенім жаңа, кабинетке кіріп тұрғаным осы. Қайда кетеді? Оның ішінде проект бар ғой. Кім кірді кабинетке? Мен білмеймін. Не істейміз енді? 2 сағаттан кейін кездесу үлгермейміз ғой. Не істейміз? Почтада көшірмесі бар. Міне флешка, аударып ал. Жақсы, кофе ішесіз бе? Жоқ, рахмет, қазір өзім барып ішемін. Алло, Умка, не ғой? Маған киім әкеп бере аласың ба? Рахмет. О, бастықсың ба? Қалайсың? Жо там, түрің әбіршіп кетті ғой. Бастық болғаныңа уже өкініп жатсың ба? Жолымнан былай тұр. Айша, если что көмек керек болса, хабарлас. Мен саған көмектесемін. Айттым ғой оңай емес деп. Кімнен, бірақ сенен көмек сұрамаспын. Менің өмірімдегі жалғыз кедергі сен болатынсың, енді кедергі емессің. Соны біліп қой. Айша, сен де мынаны біліп қой. Сен қанша тырыссаң да, жыртылсаң да, это не твой уровень, детка. Ұқтың ба? Мына бастық сымақ түрің де сенікі емес. Менікі ме, емес пе, шешетін сен емес. Бұлай тұршы жолыңнан. Неге кешігіп жатыр? Келеді қазір, уайымдамаңызшы. Қалай уайымдамаймын, қаншама адамның жұмысы болашағы осы кездесуге байланысты. Егер жұмыс деп жақсы инвестиция тапсақ, жұмысымызды алға басады. Архат мырза бұндай кездесудің талайын өткізді. Бірақ оған бәрібір еді. Қалай болса солай. Білем, өзінің әрекетіне жауап бере алмаған адам басқаларға қалай жауап берсін. Мен алдымен акционерлер мен қызметкерлердің обалынан қорқам. Айша ханым, Ау, флешкада презентация жоқ. немене? Лаура, не мынау? Презентация қайда? Архат мырза, Не Архат мырза? өшіріп тастады. Почтадағы ше? Оны да. Сәлеметсіздер ме? Кіріңіздер. Айша ханым, ашуланбаңызшы, бәрі жақсы өтті ғой. Айша, не болды? Лаура, не болды? Архат мырза. Жылдам тап! Жылдам! Осында екенсің ғой. Заттарыңды жина да жоғал. Чего? Көп құртпай, жұмыстан шығаратын сен емессің, ұқтың ба? Біздің компанияға сен сияқты крыса керек емес. Кім крыса? Кімді? Охрана! Алып кетіңдер мұнан. Жібер! Енді компанияда көрмейтін болайын. Өлтірем мен сені, ұқтың ба? Жібер деймін саған. Өлтірем! Түсінгенім бойынша ана сұмыра бір нәрсе бүлдірді ғой, Бүлдіре жаздат. Айттым сол, сразу жұмыстан шығарып жіберу керек еді. Умка, мен оған шанс бергім келді. Ойланар, түзелер деп ойладым, бірақ жоқ. Істеп жүрген тірлігіне қарашы. Жарайды енді. Значит, так надо было. Успокойся, все. Умка, мезет алып үйге келші. Үйге қайтқым кеп тұр. Мына түрмен оған бара алмаймын. Өзіме соны айтқым кеп тұр еді. Кеттім онда мен медетке. Все, үйде кездесеміз. Рахмет.
Жүр бала. Архат, что ты делаешь? Не керек саған? Ей, медетті қайда апарып жатсың? Айша мені жіберді ғой. Қайтайын сені жіберсе, көріп тұрсың, әкесі алып бара жатыр. Бара бер. Айша біле ма? Маған бәрібір ол, біле ма, білмеймін. Архат, тоқтай тұршы бір минутқа. Алло, Айша, мына жақта Архат медетті алып кетіп бара жатыр. Не істеймін, білесің ма сен? Жоқ, қайда алып барады? Не істеймін? Оңға жіберме. Көке, кешіріңіз, машинаңызға отырайыншы. Ей, тоқта, ей, тоқта! Да. Архат, сен не істеп жатсың? Қалай не істеп жатсың? Баламды алып кетіп бара жатырмын сенен. Архат, сен қуасың ба? Айша, мен саған айттым. Менімен ойнама дедім. Сен менің кім екенін білмей жүр екенсің. Баламды алам да шетелге шығып кетем. Болды, все, біз таппайсың енді. Ұқтың ба? Архат, бұл тынышталшы. Баланың қатысығанша не айтып тұрғанын түсініп тұрсың ба сен? Вот именно түсініп тұрмын, не айтып тұрған. Ол сен не істеп жүрген, түсінбей жүрген. Давай, ладно, сол компанияңда қала бер. Маған бәрібір. Архат, бұл түсіндім. Баланы неге келіп тасташы, кешірші. Айша, дорогая моя, енді бәрі кеш. Болды, біз енді саған жоқпыз. Біз жаңа өмір бастаймыз. Сенсіз. Айтпақшы, ана ментің айтып әуре болмай қой. Өзіңе хуже болады. Давай. Алло, Умкалар қайда кетті? Мен Архаттың артынан еріп бара жатырмын. Умка, мен қазір шығам, ешқайда жіберме, жайыма арттарынан еле бермей қазір жетем. Байлап жүр, хабарда бол, хорошо? Архат өз машинасында ма? Алло, Умка қайда шықты? Қала сыртында ма? Алло! Бар ғой, бүйірмені қабақтанғанын тұрсын. Соны айтады. Құдай, батқан аша? Құдай. Ойбай, Айша! Ай, қызым, не болды саған? Айша! Медет. Құлыным, басын көтерші, міне. Суыртташ, жарығым ау. Не болды саған? Мам, Ал. Архат медетті алып кетті. Не дейді? Қайда? Жынды болған ба? Шетелге алып кетті. Ой, Баламды қайтару керек. енді қайттық. Алло, Архат, қайдасың сен? Балам қайда барасың оны? Тыныш ей, бала ұйықтап жатыр мына жақта. Айтпақшы, ана құрбыңды алып кет. Архат, өтінем. Екеуміз дұрыстап отырып сөйлесейікші. Қазір келем саған. Жатам. Енді сен жалынып жатсың ба маған? Бәрі бітті. Енді оны ешқашан көрмейсің, ұқтың ба? Давай. Архат. Қызым, жыламаш. Ол түк те істей алмайды. Қазір папаға айтамыз, бәрі жақсы болады, жыламаш. Құдай-ай, мен кінәлімін осының бәріне. Таңертеңді Құдайдың зары қылды о балабақшаға бармайым деп. Неге жібердім екен? Жыламаш бол. Папа, Ау, су ішкім келеді. жарайды. Су ішетін ыдысың қайда? Сумкада. Қазір. Медет. Неге? Трубканы алды. Мама қызымдашы, телефонды. Тез. Бош. Паролін білесің бе? Папа, телефонға. Бош тез. Давай. Бірінші тұр ана, аха. Алло, Айша, біз Талғардамыз. Аха, Талғарға кіресің ғой. Содан екінші көшеден солға қарай бұрыласың. Аға, соңғы үй, оң жағындағы. Айша, тез бош. Айша. Шама, тыныштық бересің десіңдер, а? Қашан тыныштық бересіңдер ма?
Қызым, жалғыз қайда барасың, а? Жандос қайда? Мама, шыға алмайды бүгін, ода усиление. Мен өзім жалғыз барам. Жоқ, Айша. Пап. Болды, қызым, жылама, қорқпа. Ол ештеңе істей алмайды. Әділ, тездет. Айшаны жалғыз жіберме. Иә, мен де барам, пап. Жоқ, қызым, сен үйде қал. Связь ал. Жүр. Медет! Медет! Умка, есі жеші. Тұра ғой. Папсу. Медет қайда? Айналайын. Айша, олар кетіп қалды. Қайда? Шетел туралы бір айтты. Шетел? Онда аэропорт. Кеттік, қызым. Айша кете. Архаттың есі ауысқан. Өзім жетіп аламын, кете. Бол, қызым. Пап, Ау, балам. мамаға бара жатырмыз ба? Жоқ, балам. Мамаға бармаймыз енді. Екеуміз бөлек кетеміз. Жарай ма? Пап, Ау, балам. давай тоқтайықшы. Не үшін? Не болды? Мен туалетке шыққым келіп тұр. Балам, қазір жетіп алайық, сосын барамыз. Жарай ма? Шыдамай тұрмын. Жарайды. Бірақ тез. Балам, кел. Мына жерге. Болды ма? Жоқ, Тездетен, Медет, бол. Кеттік, жүр. Медет, бер кел деймін саған. Иттің баласы, бер кел. Анау Архаттың көлігі емес пе? Қане? Әне, жолдың жиегінде тұр. Я, пап, сол. Пап, тез. Сол ма? Пап, тез. Ойла, қызым. Архат, тоқта. Архат, аш есікті, Архат. Аша, кет деймін саған, құрам. Архат, аш есікті. Мынауың де, баланы шошытасың ғой. Бaba, былай кетіңізші. Бөгет жасамаңыз бізге, біз кетеміз. Сен ешқайда да кетпейсің. Бала анасымен қалу керек, бұл қалмас. Менен баланы ешкім алып қала алмайды, ұқтыңыз ба? Бермеймін ешкімге. Ай, сені баладан ешкім айырмайды. Мынауың қалмас, аш есікті ойнас. Тіпті сізге де сенбеймін. Вообще сенбеймін, білесіз ба? Сіз мені ешқашан қолдамайсыздар. Мына соңында да қолданмайсыз. Всегда осыны қолдайсыз. Маған мұндай әке керек емес. Тыныштық па? Иә, кеше дұрыс емес бір нәрсе жеп қоя алмай. Өзім баруым керек еді. Бекер бармадым. Келді ғой деймін. Тыныштық па, не болып қалды? Бала масқара болдық. Айша қайда? Архат Медетті алып шетелге кетіп бара жатыр. Айша мен папа арттарынан кетті, енді хабар жоқ олардан. Жақсы. Архат, ашып, пожалуйста. Сен вообще жабаусың, с**ка! Сен кінәң бәрі! Архат, ақмақ болма. Ашшы. Ең болмаса бір құшақтасыншы. Ашшы, айналайын. Ашшы. Архат, бір рет. Қазір артық дүние істейіп болсаң да аямайым. Ештеңе де істемейміз, не істей аламыз, айдалада тұрмыз ғой, аш. Айша! Айша, қаш! Тоқта, Айша! Айша, қаш! Папа, былай тұр! Қашыңдар, қаш! Папа! Қашыңдар, бол! Папа, аш деймін саған! Папа, былай тұр деймін! Папа, былай тұр! Аямайым, сенмен! Аш деймін, былай тұр! Қаш! Қорқпаңдар, қаш!
Baba kechiringchi, baba. Baba kechiringchi. Пап? Кім бар? Доктор! Кім бар? Көмектесіңдер! Пап? Пап, ояндыңыз ау әйтеуір. Барлығы үшін кешір. Пап, ой айтпаңызшы, пап, қазір докторлар келіп тексереді. Бәрі жақсы болады. Пап, кішкене шыдай тұрыңыз. Кім бар? Не болды? Неге шиқылдап кетті? Бұл кісі 2 апта бойы комада жатқан. Қалай болады деп ойлайсыз, жағын енді бітіп жатыр. Шығыңыз палатадан. Жоқ, мен... Пап, мен осындамын. Сара, папа оянды, тезірек ауруханаға келіңдер. Қазір дәрігерлер қарап жатыр. Жоқ, сөйлескен жоқпын. Қазір мезетті алып келем. Аха, жақсы, давай. Айша Бақытжанқызы. Я, не болды? Бөлімшеге жүріңіз бізбен бірге. Не үшін? Бөлімшеде түсіндіреміз. Тоқтай тұрыңыз, мен қазір сөйлесіп алайын. Телефонмен сөйлесуге болмайды. Жоқ, түсіндіресіздер ме не болғанын? Телефонымды берсеңізші, не үшін алып аласыз? Жоқ, не болып жатқан дұрыстап түсіндіре аласыз ба? Ана жақта түсіндіресіз. Сіздің өміріңіз түгелдей өзгеретін болады. Жоқ, мен не істеп қойдым соншама? Сәлем. Айша, сені шошытып қорқытқанымыз үшін кешірім сұраймын. Бірақ сен басқаша оңаша алып шығу мүмкін емес болып кетті. Сен бар ғой, әлемдегі бақытты жан болуға лайықтысың. Мен ол үшін барын істеймін. Сен менің жарым болуға келісесің бе? Келісем. Сәлеметсіз бе? Анализдерің дайын болды ма? Алло, Сара, сіздің анализдеріңіз келді. Сізде жүктілік 2 ай. Болды, келдік. Ешкім жоқ па? Жоқ. Чё так долго, а? Мен саған айттым ғой, тез бар да құжатты алды келді. Не, жындыны ойнаған оңай деп тұрсың ба? Бәрі сіз тапсырғандай. Айша енді басында көтере алмайды. Молодец. Сосын ана, медсестраға тоже бір нәрсе берші, а то миды шіртеп жатыр. Хорошо. Айша енді не істер екенсің?